Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, армысыздар? Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Бүгін құрама командамыздың ойындары туралы айтамыз. Футболдан ел намысын қорғайтын таңдаулы жігіттеріміз 21 наурыз күні біздің уақытпен түн ауа Грекия астанасы Афина қаласында жергілікті құрама командамен кездескен болатын. Бір матчтан тұратын бұл кездесу Ұлттар лигасының С лигасы бойынша плей-офф ойыны еді. Дәлірек айтсақ, жартылай финалы. Ал екінші жартылай финал Грузия-Люксембург командаларының арасында болды. Осы екі жұптың жеңімпаздары финалдық ойында өзара кездесіп, жазда Германия елінде өтетін Еуропа чемпионатына арналған бір жолдаманы сарапқа салу жоспарланған еді. Грекиядағы тарихи матчтың алдында біздің жігіттер Біріккен Араб Эмиратында Дубай қаласында оқу-жаттығу жиынын өткізген болатын. Онда олар 14 наурыз күні Түркменстан құрама командасымен жолдастық кездесу де өткізген еді. 2-0 есебі тіркеліп, біздің жеңіспен аяқталған ол ойын жабық түрде өтті. Оның негізгі мақсаты Грекиямен болатын ойын алдында тактикалық моменттерді тексеру еді. Бірақ өкінішімізге орай, Дубайдан Афинаға дейінгі сапардан шаршады ма, біздің жігіттер Грекия командасына қарсы ойында өте әлсіз бастап, сенімімізді ақтай алмады. Бірінші таймның өзінде 4-0 есебімен ойсырай ұтылды. Екінші таймда гректер финалда кездесетін Грузия командасы туралы ойлай бастады ма, қарқындарын азайтты. Біздің жігіттердің де ойын өрнегі көріне бастады. Гол салатын мүмкіндіктер де болды. Бірақ сөйтіп жүргенде жығылғанға жұдырық дегендей өз қақпаларына өздері гол салып алып, есеп 5-0 болды. Ойсырай жеңілдік, жігіттердің өкініші, Бақтиярдың көз жасы. Бұл жеңіліс бәрімізге де ауыр тиді. Бірақ бұл спорт жеңіс те жеңіліс те болып тұрады. Араға 5 күн салып 26 наурыз күні түн ауа осы С лигасының жартылай финалында жолдары болмаған Қазақстан және Люксембург командалары өзара жолдастық кездесу өткізді. Бұл матчта сырт алаңда өткен болатын. Дәлірек айтсақ, Стад Люксембург стадионында. Кездесу жолдастық болса да екі команда жеңіске ойнады. Сондықтан болар ойында бір емес 3 гол салынды. Есепті біздің жігіттер ойынның 2-ші минутында ашты. Гол авторы бастапқы құрамда бірінші рет шығып тұрған 21 жасар Сәдібеков болды. Бұл гол стандарттың нәтижесінде болған гол еді. Капитан Асхат Тағыбергеннің әуелетіп көтерген добын әділет басымен қақпаға қарай тамаша бағыттай білді. Дегенмен 24-ші минутта алаң иелері есепті теңестіріп кетті. Біздің айып алаңдағы ұрымтал сәтті пайдаланып гол салып кеткен Словакияның Слован Братислава командасында өнер көрсететін шабуылшы Жерсон Родригес болатын. Өкінішімізге қарай бірінші таймның соңында Люксембург командасы өздерінің екінші голын салып есепте алға шықты. Германияның екінші Бундеслигасындағы Санкт-Паули командасында ойнайтын Даниэл Синанидің қақпаға соққан добына қақпашымыз Шацки дайын болмай шықты. Біздің жігіттер тырысты, бірақ Люксембург командасы мықтырақ болып шықты. 2-1 есебі ойын соңына дейін өзгермеді. Грекияда ауыр нокаут алған біздің команда әлі есін жимағандай болды. Осылай осы жолы да Еуро 2024-ке барамыз деген арманымызға сәл жете алмай қалдық. Дегенмен футболымыздың болашағына сенеміз, алда оның дамуына үлкен жағдайлар жасалынады деп те үміттенеміз. Жылдан жылға, кезеңнен кезеңге көрсеткіштеріміз де тек өсе береді деп күтеміз. Футбол қарап жүрейік, құрама командаларымыздың ішкі чемпионатымыздың ойындарынан хабардар болып жүрейік. Сізбен біздің жіті бақылауымыздағы, талқылауымыздағы футболымыз дамуға тиісті деп санаймыз. Сондықтан оны назарымыздан мүлдем тыс қалдырмайық. Бізді қарағандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Жеңісті күндеріміз көп болсын ағайын. Каналымызға жазылып лайк басып қоюларыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.